Барша көрсін білсін, сақ болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Боран, көктайғақ, еліміздің бірнеше өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және де Шымкент қалалары бойынша алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын. Қазгидрометеорология 2025 жылғы 8 желтоқсан және де 9 желтоқсан аралығындағы Астана, Шымкент және де Қазақстанның 16 облысындағы дауылды ескерту жарияланды деп хабарлайды sn.kz ақпарат порталы. Астанада көктайғақ болады деп болжануда. Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман, көктайғақ болады деп күтілуде. Облысының солтүстігінде, батысында, шығысында, солтүстік-шығысына соққан желдің екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Ақтауда 7 желтоқсанда түнде және де таңертең көктайғақ болады деп болжануда. Түнде және де таңертең Атырау облысының солтүстігінде тұман болады деп күтілуде. Күндізі Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады. Облысының батысында, шығысында, оңтүстігінде тұман деп болжануда. Түнде Қызылорда облысының оңтүстігінде, күндізі облысының батысында көктайғақ, облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман болады деп күтілуде. Қызылордада 8 желтоқсанда кей уақыттарда тұман болады деп күтілуде. Күндізі Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде көктайғақ болады деп күтілуде. Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде түнде және де күндізі аздап қар жауады. Облысының батысында, солтүстігінде жаяу бұрқасын жүріп көктайғақ болады. Ал облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтілуде. Петропавлда 8 желтоқсанда көктайғақ болады деп күтілуде. Жетісу облысының таулы және де тау бөктері аудандарында тұман, көктайғақ деп болуы күтілуде. Оңтүстік батыстан жел соғады. Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтілуде. Облыстың оңтүстік-шығысында, солтүстігінде, оңтүстік-шығысына желген соқтың екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Өскеменде 8 желтоқсанда көктайғақ болады деп күтілуде. Абай облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады. Облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтілуде. Семейде түнде көктайғақ болады деп күтілуде. Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында көктайғақ, облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман болады деп болжануда. Қарағандыда 8 желтоқсанда көктайғақ, тұман болады деп күтілуде. Күндізі Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ болады. Облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман болады деп болжануда. Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман, көктайғақ болады деп күтілуде. Оралда 8 желтоқсанда түнде және де таңертең тұман түсуі ықтимал. Павлодар облысының солтүстігінде, батысында қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтілуде. Облысының солтүстігінде, батысында, оңтүстік-батыстан желдің соққан екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Түнде Жамбыл облысының оңтүстігінде таулы аудандарында, күндізі облысының таулы аудандарында көктайғақ, кей уақыттарда тұман болады деп күтілуде. Облыстың таулы аудандарында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Таразда 8 желтоқсанда кей уақыттарда тұман түседі деп күтілуде. Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында және де таулы аудандарында тұман түседі деп күтілуде. Шымкент пенен Түркістан қалаларында 8 желтоқсанда түнде және де таңертең тұман болатындығы болжануда. Ақмола облысында қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтілуде. Облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп болжануда. Күндізі облысының шығысында, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Көкшетауда 8 желтоқсанда көктайғақ болады деп күтілуде. Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы 3 күнде 7-9 желтоқсан аралығындағы ауа райы болжамын жариялаған болатын. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.